Жаға жыртысамыз қазір, соған дейін барамын. Сатылмасын жер. Мал шығарсақ та қуып жүр айдап. Сен кімсің? Мен осы жер сатуға иелендім болды. Ушла наша земля. Более 18 тысяч гектаров земли. Бізге жайылым жоқ. 2-000 гектар. Жители сел Оразак и Шалкар Акмолинской области остались без земли. У сельчан ее отобрали без их ведома. О чиновничьем беспределе они кричат уже не первый год. Писали письма в разные инстанции, освещали земельный спор в СМИ. Но пока так и остались со своей проблемой один на один. Верните земли! Верните земли! Готовы пойти на крайние меры. С такими словами сельчане обратились к представителям Уран-КИЗ и депутатам Народной партии. Главная просьба сельчан – разобраться в этой земельной афере. На встречу с общественниками и народными депутатами в Оразак с такой же проблемой приехали и жители соседнего села Шалкар. Сол жерімізді құртып жіберді. Оны құртып жібергенде білген де жоқпыз, қайда жібергендерін. Жер жоқ енді. Мал бірдеме істайық десек, жайылатын жер жоқ. Үйдің қасында тоже жер жоқ. Қалай өмір сүреміз дальше? Бізге жайылым жоқ. Шөпті шауып алу керек. Қысқыға дайындық керек. И малда бағу керек. Оның бәрі қай жерге біз әлақандай жерге істейміз. А одного из активистов местные власти и вовсе попытались не пустить навстречу. Абылайхан жа келе жатқан міне жаңа айжелеп тұрып қарсы алып міне участковыйлар ұстап алып ана жаққа апарып міне қазір объяснитель алып жатыр мына жерде робота Ақмоланың роботысында ұстап отыр міне әдейі жібермей оның қолында бүкіл қағаздар бар қағаз жүзінде сіздер факт көрсетейік деп еді соның қолында міне жете алмайды. Но он все же успел нам рассказать о происходящем произволе. Но есть бумаги. Факт вещь упрямая. Это документ есть на это все. В 2017 году акимат Целиноградского района направил жителям села уведомление с предложением расторгнуть договор и вернуть земли государству. Жители якобы провели собрание и в течение 3 дней решили добровольно передать свои паи в Госфонд. Акимат сразу объявляет конкурс и передает земли новому ТО. Но вот незадача. Сами жители не были в курсе такой сделки. Вот, осы жерде тұр міне халықта. Біреулерің естісеңдер, сол 17-ші жылы бақтай біреулерің айтсаңдар, жерді алайын деп жатыр деп айтыңдар осы жерде. Жоқ. Ну вот. И ушла наша земля. Более 18 тысяч гектаров земли. Это посевной площади. Тут еще пастбище, луга бар бұл жерде, сенокосное угодье. Осының бәрі кетеді. Тогда был руководителем района Таткеев Малгажар Саттарский. Малгаждар Таткеев, ныне заместитель акима Акмолинской области. С ним нам уже довелось встречаться в поселке Тайтубе, где сельчане живут без света, воды и дорог. Господин Таткеев обещал начать работы, которые были запланированы на 20 и 21 годы. 3-4 микрорайон был запланирован, он идет по плану 20-21 год. Сондықтан электрификация здесь будет. Но ВОЗ и ныне там. Наздарыңыз бәрі заңды, бұл нәрсенің бәрін. Ең қауіптісі мынау мемлекеттік органдар мен жаңағы кезінде заңды ма заңсыз сатып алған азаматтардың өздерінің жаңағы құқықтарын шектен аса пайдаланып сіздерге қарсы мынау тіл табыса алмауы. Бұл өте қауіпті жағдай. Алғы мақсат қойып, осыны шешуге тырысамыз. Заң аясында деп сіздерді көп тыңдадық, бүкілін айттық, жазып алдық. Енді біздің ары қарай жұмыс істеп, осы заң аясында қызмет көрсету. Біздің өтінішімізді тастамай сөзімізді әдейі арнап келіп отыр. Сіздерге мол рахмет. Бірінші Аллаға сенеміз, екіншісі сіздерге міне сенім артамыз. Жолдарыңыз болсын. И молитвы аксакалов были услышаны. Ну или это снова общественный резонанс подвиг чиновников все же обратить свое внимание на этот земельный спор. Вот такие встречи обычно где проходят у вас? Может быть, какой-то есть актовый зал или там? Сейчас он скажет, где будет что, я вам сразу сообщу. Все, Секер Ахмед, мы ждем тогда. Вы приедете, да? На самом деле, Да, мы приедем. Мы приедем.
На встречу с акиматом, который обещал добрые вести, сельчане позвали и нас. Но его представители оказались, на удивление, резвыми. Запись идет. Вот да, Аки? Да, тоже Аки. Главное, жители остались довольны обещанным переменам. Там начальник земли, инспекторы пришли, и вот они сейчас с нашим акиматом договорились. Сначала на словах сказали, то, что все, то, что они посеяли, они теперь на это претендовать не будут. Тут будут это пастись наши лошади, коровы. То есть можно? Можно, вот сказали, да? Но на словах. Сейчас вот они поехали, это все на бумагу сделали. Мынау бізге жайылым ретінде бізге картадан көрсетіп жатыр 2800 гектар жерде. Ол біздің яғни мына ауылдың сыртқы жағындағы жерді көрсетіп тұр да жаңағы бізге. Мына ауылдың сыртындағы жерлерді уақыттарыңыз болса видео фиксация түсіріңіздерші, көріңіздерші. 2800 гектар жердің тең жартысы мына жағы тышқанды дейді, енді елдің адамдары біледі. О жақтың бәрі құм басып кеткен, карьер бар, шұңқыр. Одан бөлек мынау сол жерлердің бәріне Астанадан келіп жатқан мусор, соның бәрі ана жақта шашылып жатыр. Енді оның арасында шөп өспесе, мусор жатса, елдің малы қайда жайылады? Ну как довольны? Даже для оптимистов стакан по факту наполовину остается пустым. Чтобы не быть голословными, они предложили объезд обещанного им участка. Міне мусор жатқан, міне қарадыңыздар. КамАЗдар екеп осы жерге міне бүкіл мусор түсіре береді. Әне жатыр мусорлар. Строительный мусорлар міне мында. Машинелер бәрі қазып тастаған, міне көрдіңіз бе? Мына жақтың бәрі. Где-нибудь вывалить. И штраф даже оплатить дешевле выходит. Міне осындай биік машина өзімен әзер өттік, жаңа көрдіңіздер ғой. Асты бәрі тиет. Мына кезде или трактормен ғана өту керек. Мына кезде өздеріңіз жүргенде де көрініп тұр ғой, қандай жүп-жұмсақ жер. Мына кезде сіздер ойлаңызшы, қазір мал келсе қалай болады мына кезде, қара мал келсе. Қара мал жылқы келсе, ана су ішуге барам дейді да, батады сосын сол кезде қара малдар. Шөп шабайын дейтін мына кезде сондай шөп те жоқ шабатындай. Потому что на песок шып, уже сорняк болып кетті мына жақ. Кәдімгідей. Нормально шөп өспейді. Көріп тұрсыздар ғой, бүкіл жер құм шып жатыр. Стихийные свалки, карьер и вдобавок к этому раскопанная линия трубопровода. Көріп тұрсыздар ғой міне, яма қандай. Адам түссе шыға алмайды. Көктемде іші суға толып тұрады. Малдар су ішемізде бәрі құлайды ішіне. Міне ауылға шейін, ауылға шейін қазылған. Бәрі ашық жатыр, ешқайсы жабылмаған. Двоякое ощущение, согласитесь. Землю вернули, но убрать за собой забыли. Бізге айтады, міне, өз жерді сендерге бердік дейді Малинканың бағана айтып отқанда кісілері. Мына жерге біз қалай мал желеміз? Мына жерді жинау керек, тазалау керек. Мына шыны қалпынша ана қарай. Қазір малдардың аяқтары бәрі кесіліп, мал қалай жүреді біз. Но уставшие от долгой тяжбы сельчане и за это благодарны акимату и готовы решать вопросы уже путем переговоров. Жұмыс істеп жатыр, әкімдікке жазып жатырмыз, рахмет, уже беріп жатыр. Осы міне бір 2 аптаның ішінде бізге 2500 гектар қосып беріп жатыр да, жаңа мысалы үшін жаңа 5300 болды деп жатыр. Тағы да қарастырып жатыр қазір. Сол себепті сіздерге де үлкен рахметімізді айтқымыз келіп тұр. Елдің атынан. Міне сіздер республикалық қоғамдық бірлестік, ұран, рахмет сіздерге. Жан айқайларымызды естіп отырсыздар. Сіздердің де септіктеріңіз бұнда бар шығар деп ойлаймыз біз. Рассказывать об этой проблеме. Тем более ваши образах жалуются местные. Бірлік есть, Шалқар, Өтеміс, все одинаковые же ситуации. Аналогично. Это все один район. Здесь надо комплексно всем решать. И это общая проблема не только для одного района и области, но и для всего Казахстана. Даже несмотря на то, что мы занимаем 5-е место в мире по площади пастбищ. Плачевная ситуация с нехваткой мест для выпаса скота приводит к тому, что сельчане попросту перестают его разводить. Хотя еще в 2017 году был принят закон о пастбищах, а в 2018 году внесены поправки в земельный кодекс, которые наделяют местные власти правом изымать пастбища общего пользования у частных владельцев и арендаторов в государственную собственность для нужд населения. Но изучая ситуацию в регионах, мы видим, что местные акиматы эту проблему не решают.